Акшымлар хайыр октябрынан 21 эфирде заман Қырымве дүниеда алған хаберлерінен таныш етмеге азырма студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Шантаж ве Қорқузов, Амелде есе экологик фелекеті, Ишгалжелер акиметі, бойлеші кілді ярмадада олған сув қытлығы проблемасына чезежек ола. Қырымның сув анбарлары аман-аман бош олғана бақыт Русия етекчісі Путин утопия лейхалара мелге кечірілмесі үшін бюджеттен онларжы миллиард рубле айыра. Бұл вақыт есе Қырым сакерлеріне сув етерлі дегіл деп спекуляциялар япа. Бұл вақытта Қырымда олған сув қытлығы проблемасына бағышланған халқара конференцияда сөз жүрсеттілер. Руслар ярмадада арбилер ве ватандашларының сайысыны чоқлаштырып сув ресурсларына бошатмақта. Тәпсілатлыжа Левқамызда. 2 айдан берлі Ахмеджет ве Бақшсарай районлары Қырым пайтақты суны жедвел бойынша күнде бір қач саат құлланып ола. Бойле жидді сыңырланывлар олғанна біле бақмадан сувтек жылының сонына қадар ете біле деп тақмин еті ишгалжелер акимиет темсілжелері. Бұл Қырымның ең бұйық суне су анбарынан коронышыдыр. Межгорная су анбарына Днепр суы келгені вақыт о 50 миллион кубометр сув сығдырайды. Шымали Қырым каналы бойынша сув берілігі тоқтатылуына құрғақлықта қошылған сон тек гольчик қалды. По траве видно уровень ухода воды. Одна линия, вторая линия, третья линия. Конечно, из 50 миллионов кубометров воды здесь осталось, по данным, вроде бы как миллион кубометров, но здесь ребята говорят, что тут даже 100 тысяч нет. Ишгалжелерінің арби базалары ве Қырымға келіп, қанунсыз ерлешкен руслар олмаса сув әркезге етеже кедідей фаал Михаил Батрак. Ама Русияде Қырым сакинлеріні сувнен темин етмеге ниеті біле йоқ еді. Чүнке оларға тек Қырым ярмадасы кереклігін аңлата. Саме дії держави-окупанта створюють, що така ситуація може бути взагалі можливою. Російська Федерація, коли окупувала Кримський півострів, взяла на себе зобов'язання забезпечувати населення окупованої території, в тому числі і водою. Але замість цього вона відбирає воду у кримчан для військових потреб та потреб росіян, яких завезла з території Росії. В цьому випадку про створення саме гуманітарної катастрофи повинна казати не Російська Федерація, а саме Україна. Қырымда сув қытлығы себебінден олған фелекет керчекке чебірілген сон Кремль ерлі сакинлерге сув етішмей деп спекуляциялар башлатты дей ақ қорчылайжылар. На нашу думку, Кремль, не отримавши бажаного на дипломатичному фронті в питаннях Криму протягом останніх кількох років на різних міжнародних майданчиках, починаючи від ОБСЄ, закінчуючи Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, розраховують через активізацію пропаганди та шантаж України та міжнародного співтовариства отримати право на так зване припинення гуманітарної катастрофи, досягнувши відновлення поставок Дніпровської води Північно-Кримським каналом. Қанунсыз колонизация ишгалжелер ордысына олған чағырулар кібі арби жинайетлеріні Путин озы япқан гуманитар филакетнен гізлемеге істей. Бұл йөніліште Русияның дереллері етерлі олмағаны үшін шантажға кече. Бұл тежавыл жедевлетнің күчіні дегілде зайыфлығыны аксетедей арби эксперт Александр Коваленко. Ще 2 роки тому в Організації Об'єднаних Націй вже було видно під час голосування за резолюції по Криму, що Російська Федерація починає усвідомлювати слабкість власної позиції, а відтак вона почала під час голосувань погрожувати країнам перед голосуванням, що ті країни, які голосуватимуть за цю резолюцію, вони автоматично несуть відповідальність за погіршення двосторонніх стосунків з Росією. Ишгалжелер оз геополитик амбицияларны қандырмақ үшін Қырымны йоқ еті. Бұнда Украинаның баш назир муавин Алексей Резников емин арбелер сайысыны арттырып, Ярамаданан сув ресурсларына бошаталар. Оларынан мақсады есе Қырымда бұлынып, Балканлардан яқын шарққа қада регионны өз нәзіретінде тұтмақтыр. При окупації РФ насправді в останню чергу думала про мешканців півострова. Чим пояснюється її сьогоднішня неготовність до соціально-економічної кризи, яка розвивається в Криму у зв'язку саме з її окупацією. Москва керувалась виключно своїми геополітичними інтересами та амбіціями. А сьогодні всі кроки РФ з визнання тимчасової окупації Криму направлені виключно на відміну режиму міжнародних санкцій та мінімізацію витрат на утримання зазначених територій. Але ми всі пам'ятаємо, що Крим – це Україна.
Шымды сейшгалчылер юзыны сақламақ үшін сув қытлығы проблемасы чезу фусулларына қыдыра. Русия кемиеті сув коммуникациялары тамерленмесі үшін 50 миллиард рубле, ве 8 миллиард рубле деңіз суы татлатылмасы үшін айырған. Русия президенті Владимир Путин атта месулетлі олған баш Назир Муавины иле мушавере кечірді. Назир Муавина қайдеткенне көре 50 миллиард рублені яңы сув чоқырақларыны тапып қойылар қазылмасы ве яңы сув борулары кечірілмесі үшін Салғар өзенінден межгорная су анбарына сув помпаланмасына сарф етежеклер. Прошу ваше поручение выехать в Крым в ближайшее время, чтобы лично осмотреть ход реализации плана, посмотреть, как развернулись строители, как идет проектирование, чтобы повторно вам доложить. Русия технологиялары işgal Қырымны толысынен ишілген сувнен темин етіп оламағанына бақмадан сув қытлығы проблемасыны Украинаға мұражат етместен өзлері чезecek екенлер. Владислав Стужук, Заман, АТР. Украина баш прокуратурасы бетелікестілік қызметі işgal етілген Қырымда Украин аскерлеріні девлет хайынлігіні япмаға авислендірген ФСБ қадеміне шеклену сеслендірді. 2014 сенесі февраль-март айлары дебамында Қырымда ерлешкен Украин сыңыржыларыны қандырып, пара теклиф етіп, ве қорқызып Украин суверенитеті, топрақ бұтынлігі, тиілмемезлігі ве девлетнің мұдафасыны зайыдлаштырмақ үшін әрекетлер япмаға чағырған. Бұне бері Русия әрбелеріне қаршылық көстерместен Русия сыңыр қызметіне кечмеге теклифте болынған. ФСБ қадемі Украина топрақ бұтынлігіне қаст етуде қабағатлана. Під час досудового розслідування встановлено, що в лютому-березні 2014 року чиновник спецслужби країни-агресора, перебуваючи на території України, а саме в Сімферополі, діючи за попередньою змовою з іншими представниками ФСБ і Збройних сил Росії, вчинив дії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Таким чином був реалізований заздалегідь розроблений злочинний план окупації і подальшої анексії території півострова. Россия бар телеканалының алы баражысы Русияның Денис Спас телеканалының баш мудирі Борис Корчевниковке училға Украинаға кіріш ясақ етілді. Украинаның девлет сыңыр қызметі тарқатқан малиматқа көре işgal етілген Қырымны Украина қанунларына бозып зиярет еткенінден себеп болғандыр. Матбуат васталарда bu ақта малимат пейда olған сон сыңыржылар бұны теш кіріп, қанун бозылығы олғанына белгілеп бөлі қарар қабыл еткен. Корчевников Украинаны Киев-Истанбул рейсінен қолланып терк еткен. Русиялы барыжысы 2014 сенеден сон қанунсыз шекілде Қырымға барған. Ләкен бұл сене Украина телекестілік қызметі Корчевниковқа қаршы башлатылған жинай даваны қапатты. Донбасста işgalciler 6 кері атешкес режимini бозған бір арби яраланған. Бұны ООС штабы хабар етті. Душман ұжымы нәтижесінде контузияға ұғыраған аскерні госпитальге йоллағанлар, оның сағлығы бірқарар. Аңлашмаларға бақмадан Павлополь койы живарында душман пилотсыз учуже алет учырып, жебе сызығындан кечірген. Бірлешкен қыветлерінің радиоэлектрон күчлері душман алетіні бастырған. Збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили домовленості, досягнуті в рамках тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік Світлодарська та Майорська, де провокували наших захисників зі стрілецької зброї, та тричі поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці зафіксовано застосування противником гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Украинада күн-күнден яңа антирекордлар. Кечкен күн девамында коронавирус хасталығы 6719 инсанда таздықланған, 141 инсан вефат еткен. COVID-19 хасталығы тарқалмасы бойынша Харьков, Одесса ве Полтава вилаятлері лидерлер. Киевде 559 хаста қайд етілген, 23 хаста вефат еткен. Украинаның ичбір вилаяты карантин гимшатылмасына азырды кел. Сағылық Назир Максим Степанов базар күні кечірілежек сайлавларда рейберух девамында насыл ихтият тедбірлері riayet етілмек керек олғанын аңлатты. Біля входу та у приміщення для голосування наноситься розмітка, що вказує на необхідність дотримання фізичної дистанції не менше, ніж
1-1,5 метри, щоб люди не підходили близько один до одного. За можливості обов'язково треба забезпечити окремий вхід та вихід з приміщення для голосування. Кількість людей повинна бути обмежена не більше 3 людей біля одного столу, де видаються виборчі бюлетені. Також дуже важливо, щоб всі без виключення міста, які є в цьому приміщенні для голосування, всі поверхні, це столи, стільці, мали можливість проведення дезінфекції цих поверхні. Тобто не мали тканини, щоб можливо було провести відповідну дезінфекцію. Ишгал етілген Қырымда да дешетлі статистика. Кечкен күндевімында коронавирус 256 инсанда таздықланды. 2 кіші COVID-19 құрбаны олған. Ярмадада 56 хаста пек ағыралда екен. Коронавирус хасталығы ең чоқ Ахмеджит ве Бақчысарайда қайдетілі. Ишгал желерінің Роспотребнадзоры тарқатқан мәліметқа көре Қырым сакинлері арасында радиоактив шавленов алған инсанларының сайысы артмақта. Екімлер вақыт пара масраф етместен себепсіз компьютер томографиясына япмамаға чағыралар, чүнкі о сағылыққа зарарда кетіре. ЮНИСЕФ вакциналар сатын алуына идаре етежек. Халқара тешебуске 184 мемлекет қошылған. Бұлей хабастасынен әм фуқаре әмде зенгін олған мемлекетлеріні вакциналарнен темин етмеге істейлер. Инкишафлы мемлекетлер вакцина üçün толуфия төлейжек. Фухари девлетлер есе эндірім яда вакцинаның бедавала білежек. Бұл имтияз кележек сененің сонына қадар олажақтыр. ЮНИСЕФ вакцина сатын алыныбы ве теслим етілуіні идаре етежектір. До 2021 року нам необхідно забезпечити постачання понад 2 мільярдів доз. Для цього знадобляться всі сили і досвід ЮНІСЕФ у закупівлях і доставлянні, а також наші давні партнерські відносини з виробниками вакцин. ЮНИСЕФ әвелден вакцинация япмақ үшін ярым миллиард шприц ве оларына йоқ етмек үшін ярым миллион контейнер алacak. Альянсқа Европа бірлігі девлетлері Қытай, Аргентина, Иран, Ирак, Мексика кібі орта келерлі олған девлетлер қошылған. Америка Бірлешкен девлетлер альянсқа қошылмай Биасарай темсілжісі аңлатқанына көре, бұл тешебус қабаржылыққа далған Дүния сағылық тешкіляты бе Қытайнен бағлыдыр. АБД озы илачлар ишлеп шығарған шыркетлерінен аңлашмалар имзалай. Дүнияда шымды коронавирус инфекциясына қаршы тахминен 200 вакцина üzerinde çalışmalar алып барыла. Тахминен 40 вакцина сыналы башланған. Базы бір препаратлар денемінің 3-ші басамағына кече. Роман Спиридонов, Zaman АТР. Меккедеки Аль-Харам жамисінде намазлар üçün açıldı. Коронавирус пандемиясындан себеплен етілген 7 айлық тенефустен соң Сауд Арабистан ватандашлары ве мемлекетте яшаған шетел ватандашлары мұқаддес жамиге келіп ибадетлер қыла біле. Айның башында Сауд Арабистан умре кечірілмесіне де разылық берді. Ноябрьдің бұрынден қыраллық телекесізлік оларақ танылған мемлекет ватандашларына келіп, умре кечірмеге де рұқсет берді. Уне бәрібер Мединеде пейғамберіміздің жамисінде, оның Евы ве Минбер арасында намаз қылмасына да разылық берілді. Бұл саат қазір олған соңки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТРден айырылманыз көрішкенже.